үш ай жасаса, үшінші айда 1000 теңгеге алады акция. Иә. Аха. Көрдіңіз? Қараңыздар, клиенттік артықшылық, иә? Бізде негізі компанияда жаңағы компанияға тіркелудің екі жолы бар да. Ол біреуі клиенттік, біреуі партнерлық, иә? Бүгін клиенттік артықшылықтарды айтамыз. Клиенттік артықшылық, қараңыздар да, клиент өзіне 5%-дан 15%-ға дейін кэшбэк программасына кіре алады. Мысалы, любой клиент, бізде білесіздер, иә? Аптекадағы любой өнімді алмастыруға болатын өнімдер бар, иә, мысалға да. Аптекаға барған кезде, мысалға, клиент ол просто маечканың өзін 5 теңгеге сатып алады. И оған келесі жолы сіз келген кезде, мысалға да, мысалы, сіздің, допустим, давлениеңіз бар, иә? Давлениеңіздің дәрісін постоянно барып алады. Бірінші ай аласыз, екінші ай аласыз, сізге айтпайды ғой, иә? Сіз бізден постоянно алып жатыр, сізде кэшбэк жиналып жатыр, сол кэшбэкті воспользуйтесь деп, иә? Ешкім ондай нәрсе айтпайды біздерге, иә? Ал енді бізде клиент, просто клиент болғаны үшін, өзінің клиенттік дисконттық картасын ашқаны үшін, оған компания не береді? Оған компания жаңағы 5%-дан 15% ең бірінші бұл кэшбэк алады өзінің саудасынан, иә? Мысалы, қараңыздар, клиент егерде сізге клиенттің келгеннен қандай пайда бар, иә? Во-первых, клиент өзі тіркеліп, өзі байсайберен деген приложениемізді біздің ашып, иә, сол приложениеде ол кәдімгідей жаңағы өзі өнімдермен танысып, өзі қарап, иә, өзіне өзі уже заказ бере береді, иә, мысалға да, өзінде уже доступ болады. Қазір мысалға көзі ашық заман ғой, адамдардың барлығына, мысалға, мына жерде осы өнімдер туралы ақпарат бар, мына жерде документациясымен таныссаңыз болады, мына жерде мінекей мен сізге программаларды айтып консультация беріп отырам, осы байсайберен арқылы осылай заказыңызды өстіп спокойно заказыңызды жасай берсеңіз болады. Және де осы приложенияны сіз өзіңіздің достарыңызбен, туыстарыңызбен бөліссеңіз болады деп поделиться деген жерді көрсетіп қою керек, иә? И одан кейін ол өзі кәдімгідей уже кәдімгі қарап, өзінің заказын жасап, бір рет бір үйретіп қойсаңыз болды. Содан кейін біздегі программаларды айтып отырсаңыз, мынандай программа бар, егер де там туысқандарыңыз болса, алатын болса, мінекей сізден алатын болса, сіздің дисконттық картаңыз арқылы сізге 5%-дан 15%-ға дейін кэшбэк түседі деп айтып қою керек. Клиент, мысалға, 30 неге дейін, мысалға да 30 балға дейін, егер клиент просто өзі жасайтын болса, мысалға ол где-то қазір айтайын сіздерге, 5-6 мың теңгеге сауда жасаса, ол клиенттің кэшбэгі түспейді. Ол клиенттің кэшбэгі полностью 25% сізге түседі. Ал егер де клиент 30 балдан жоғары жасайтын болса, 30 бал мен 50 балдың ортасында сауда жасайтын болса, то есть 6 мың мен 12 мың теңгенің ортасында сауда жасайтын болса, оған 5 мың теңге түседі, 5% түседі, иә? Қалған 20%-ы кэшбэктің сізге түседі. Қандай күшті, иә, қараңыз. И одан кейін клиент уже 100% сауда балға, иә? Уже 25 мың теңгеден жоғары сауда жасайтын болса клиент, ол клиентке уже, нет, қараңыздар, клиент егер 50 балдан жоғары жасайтын болса, 50 бал мен 100 балдың ортасында, то оған 10% түседі, сізге 15% түседі, иә? И еще ол 50 бал 6 ай бойы жасап отыратын болса, оған компания біздегі daily box-тар бар ғой, Pulse box, Mama box, Beauty box, Imuna box деген бокстар бар ғой, Step box, иә? Осы бокстардың біреуін подаркаға береді. Клуб постоянствоға кіргені үшін. 50 бал 6 ай бойы жасап тұратын болса клиент, ол уже клуб постоянствоға кіреді. Клуб постоянствода ол 10% кэшбэк алады, және де 6 айда бір тегін сыйлық алып отырады, иә? И одан кейін клиент 100 балға жасайтын болса, 5 мың теңгеден жоғары сауда жасайтын болса, яғни ол өзінің толық 15% кэшбэгін алады, және де сол клуб постоянствоға ол қатысады, и еще жаңағы daily box алуға, иә, соған қатысады, и еще сізге ол клиенттен 10% кэшбэк түседі, иә? Қараңыздар.
сізге де оған да пайдалы. Ал ол клиент өзінің жаңағы Байсайберен арқылы поделиться деген жаңағы приложениенің ішінде поделиться деген ссылка бар ғой, өзінің ссылкасын өзінің туыстарына, өзінің таныстарына беру арқылы ол сол кісінің атынан сауда жасайтын болса, ол кісінің астына тіркелуге болады, но бірақ тіркелгеннен клиентке ешқандай пайда болмайды. Ал егер де ол адамның номерогымен бір адам барып сауда жасайтын болса, ол клиентке плюс. То есть клиент өзінің дисконттық картасы арқылы басқа адамдарға сауда жасататын болса, біз мысалға заказ жасаймыз ғой, кейбір адамдар айтады, мен тіркелмеймін, маған просто зат керек дейді. Сондай адамдардан клиент 15%-ға дейін кэшбэк алады. Және де сондай адамдардың арқасында клиент еще и біздегі клуб 200 бағдарламасына қатыса алады. Мысалы, клуб 200 бағдарламасына қатысқан клиент полноценный кәдімгі біздің Клуб 200-ге қатысқан клиент, біздегі полноценный біз партнерлар қалай алып жатырмыз, клуб 200 бағдарламасын, тура солай олар да ала алады. То есть қараңыздар да, бірінші айда клиент 200 балл жасайтын болса, ол уже бірінші айдағы оның привилегиясы 9500 теңгенің затын корзинкасына салып, 4500 теңгеге оны алады. То есть 5000 теңгенің заты оған уже тегін келіп тұр. Екінші айда ол еще 15% кэшбэк алады, қараңыздар. Екінші айда егерде ол дәл солай 200 балл жабатын болса, 12000 теңгенің затын корзинкасына салып, 4500 теңге төлеп, 7500 теңгенің затын тегін алады, және де 15% полноценный кэшбэк жүреді. Мінекей өстіп клиент болып, мінекей 3-ші айда 18000 теңгенің заты қосылады, 4-ші айда 19000 теңге болады уже сертификатының уже несі өсіп жатыр, көлемі. 5-ші айда 25000 теңгенің затын 4500-ге алады, және де 6-ші айда ол уже 42000 теңгенің затын 4500 теңгеге алады. То есть 37500 теңге. Полноценный кәдімгі партнер клуб 200-ге қалай қатысып сертификат алады, клиентте дәл солай сертификатқа құқылы 200 балл жасайтын болса. Ал енді 200 балл жасаған клиент, мен 200 балл жасап жатырмын. Егер де қараңыздар, сіздер мысалға клиент білмеуі мүмкін оны, өйткені клиенттік бағдарламаны ғана айтатын болсаңыздар. Ал 200 балл жасаған кезде сіз клиентіңізге шығып, сізде Байсайберен приложениесінде поменять статус, то есть сіз статусыңызды ауыстыра алатын дәрежеге жеттіңіз. Сіз 200 балл жасап отырған қарқынды клиент болғаныңыз үшін сізге компания бізбен партнерство предлагать етіп жатыр. Партнер болатын болсаңыз, біздің тегін барлық обученияларға қосыласыз. Бізде бизнес-скул бағдарламасы бар, бізде старт смарт бағдарламасы бар, бізде өзіміздің командамыздың обучениесі бар. Мен сізге наставник болам, мен сізге бәрін үйретем, және де сіз 25% кэшбэкіңізді аласыз, және де мен сияқты сізде наставник бола аласыз, бонус наставник аласыз деп сөйтіп, егер клиентке айтып түсіндіретін болсаңыздар, ол анау заказ алып 200 балды жасап, 200 балдың жаңағы уже жақсылығын көріп отырған адам, ол уже вау, бұдан да жақсы нәрсе бар екен ғой деп сізге уже партнер болады, А партнер болған адамға уже даже клиенттің өзіне 200 балл жасайтын клиент болса, уже клиент уже даже полноценный 100 балл жасаған клиентке уже шығып сіздер айтуларыңызға болады. Давайте клиентский чат ашыңыз. Егер де сіздің картаңыз арқылы тағы да 100 балл жасайтын болса, мынау 200 бағдарламасына кіресіз деп мынаны көрсететін болсаңыздар, даже клиенттің өзі ол жаңағы нетеді, 200 бағдарламаға кіргісі келеді мінекей, Осы 200 бағдарламаға кіргізіп, 200 бағдарламаға кіргеннен кейін постепенно айтыңыздар, енді сіз партнер бола аласыз. Қараңызшы, 200 бағдарламасына кіріп жатсыз, Сіз мына сертификатты аласыз, 99.000 теңге сертификаты мінекей сізге пайда, міне 126.000 теңге сертификаты небәрі 27.000 теңгеге сізге келіп тұр, 99.000 теңге сізге пайда келіп тұр деп айтатын болсаңыз, и сосын оған айтатын болсаңыз, еще сіз 15% кэшбэк алып жатсыз ғой, а хотите еще 10% денег заработать. Тағы да 10% ақша бар осы жерде деп айтатын болсаңыздар,
ол, конечно, ол сізге жоқ деп айтпайды. Мысалға да 70 мың теңгенің, мысалға да 10% 7 мың теңге ғой уже. Тағы да 7 мың теңге керек па десеңіз, ол айтады, я керек. И сіз оған айтасыз, давайте Байсайбегенге кіріп, біз почтамызды подтверждать етіп, қазір екеуміз партнерге ауысамыз деп. Сосын мен сізді клиенттік чат бағдарламасына, біздегі TikTok арқылы сабаққа, Instagram арқылы сабаққа қосам деп, клиенттің өзін, лояльный клиенттің өзін постепенно партнерға айналдырып алуға болады, иә? Вот. И одан кейін клиенттерге арналған бізде компанияда мықты программалар бар. Постоянно квартал сайын, 3 ай сайын, 4 ай сайын, даже айма-ай кейде кәдімгідей күшті акциялар ұйымдастырып тұрады компания, иә. Енді сіздер де мысалға мына жерде көріп отыр, мен клиентский чат арқылы 1000-2000 балл личный оборот жасап отырған кісілер бар осы жерде, иә. Вот сіздерге клиенттеріңізге, міне, жаңағы клиенттік бағдарламаларды прям жақсылап айтып түсіндіретін болсаңыздар, міне, таңертең мысалға сіздер айттыңыздар өнімді, иә, уже түстен кейін сіздер сол өнімге уже отзыв тастаңыздар, иә, а кешке қарай осы бағдарламаларды күнде айтыңыздар, қақсап, күнде, иә. Енді қараңыздар, клиенттерге арналған қазір бізде июнь, июль, август. Бізде июнь айы уже кетіп қалды. Мен бұл бағдарламаға негізі прямой эфир жасағам. Сіздерге жіберген бірнеше рет. Білмеймін қандай себептермен сіздер көрмей қалғандарыңызда. Енді қараңыздар, бізде әлі 2 ай уақыт бар. Июнь, июль, августке берілді. Бұл бағдарлама wellness деген. Бірақ қазір бізде 2 ай уақытымыз қалды, иә? 2 айда сіздер қараңыздар да, тіркелген клиент, егер 20 мың балдан жоғары сауда жасайтын болса, мынандай сертификаттар беріледі. Бірінші айда, мысалға қараңыз, бірінші айда сіздің клиентіңіз тіркелді, сөйтіп осы 20 мың теңгеге сауда жасады, иә? Сіз оған айтасыз, сіз wellness бағдарламасына қатыса аласыз деп, иә? Даже 10 мың теңгеге, даже 5 мың теңгеге сауда жасатқан клиенттеріңізге обязательно осы мүмкіншіліктердің бәрін айтыңыздар. Міне 5 мыңға жасап жатыр ма адам, ары қарай айтыңыз, сіз 12-13 мың теңгеге сауда жасайтын болсаңыз, ай сайын осы программаны алып отыратын болсаңыз, мысалға да, сізге қараңыз, сізге клуб постоянствоға сіз 10% кэшбэк аласыз, иә? И еще қараңыз, сізге клуб постоянства. Міне қараңызшы, даже осы 10% кэшбэктің өзін есептеп көріңізші, 13 мың теңгеден 6 ай бойы 13 мың теңгеге сауда жасайды, иә, адам, мысалға да, қараңыздар. 13 мың теңгенің 10%-ы 1300 теңге. 1300 теңгеден 6 ай бойы ол адам жинаса, уже 8 мың теңге, иә? 8 мың теңгеге бізде былай қарап отырсаңыздар, қанша? 5 чай алуға болады, иә? 5 эпам алуға болады, иә? Вот, бізде мысалға да 8 мың теңгеге уже бір набор алуға болады ғой даже, иә? Бізде кәдімгідей 8 мың теңгеге полный уже комплект бір зат алуға болады, мысалы да? Сол сияқты 8 мың теңгенің затын аласыз, иә? Еще и біздегі мынау бағасы 10 мың, 15 мың тұрады даже біздегі мама бокстар, қыздар. Сондай 15 мың теңгеге дейінгі заттарды сіз тегін аласыз. Клуб постоянствоның заты бұл деп, иә? Соны айтып түсіндіріңіздер. 6 ай бойы сауда жасап отырғаныңыз үшін 8 мың теңгенің затын аласыз, кэшбэкіңізді пайдаланасыз уже деп, иә? 10%-дан түсіп отырған. Еще и клуб постоянствоға біздегі daily бокстардың любойын таңдап аласыз деп, daily бокстарды просто жіберіп қойыңызшы чатымызға. Кешке қарай күнделікті осы ақпараттарды айтыңыздар. Клиенттің артықшылықтарын біз көрсету керекпіз, иә? Біз аптекадағыдай на спасибо за покупку емес бізде. Бізде клиентке арналған бағдарлама бар. Біз клиентпен лояльно жұмыс жасаймыз. Біз кеше де мен айттым, иә? Біздің клиенттік бағдарламаға неге компания акцент қояды? Неге клиентпен жұмыс жасағанымыз үшін сізді біздің партнерский бағдарламадан да жоғары сізді бағалайды, иә? Сізге айтатқан жоқ қой, 5 мың балды сен лично өзің жауыпсың, неге сен өзің жабасың? Артыңнан давай Айзаданы, Назеркені BT1000 ғып шығар, сосын сен 5 мыңның процентін аласың. Демейді компания, потому что компания білет,
біздегі клиенттік артықшылықты пайдалана отырып, клиенттік бізде бағдарлама мықты жұмыс жасайды, потому что продукция шикарная, потому что продукция сам себя продает. Просто аузыңызды ашыңызшы, айтыңызшы, болды, иә? Болды. Мен мысалға, мен Сайберин болыста жұмыс жасаймын, мен Сибирский здоровьеға кірдім деп, бірінші Назеркенің үйіне келіп чай ішіп отырған кезде, Назерке маған ритм здоровья 2 кальцийге заказ берген. Мысалға, я не знаю, что такое ритм здоровья, я не знаю, что у нас есть кальций, да? Енді кіріп отырмын, міне, компанияға міне, енді тіркелді, енді келесі күні мен активация жасауым керек, маған уже Назерке ритм здоровья 2 кальций заказ береді, мысалға, ойлаңыздаршы, моя родная сестренка. Бұл Сибирский здоровье өнімдерін мен жақсы білем. Бізде ораза ұстаған кезде, енді Назерке өз намазхан қыздармен араласады ғой, қыздардың барлығы осы Сибирский здоровьяны ораза ұстаған кезде ішеді, өлтіріп кетеді. Осы кәдімгідей күш береді осы өнімдер деп. Даже я не знала. Соған мен сізге айтатын. Просто ауыздарыңызды ашыңыздаршы, айтыңыздаршы деп, иә? Одан кейін жаңа веб-бөлініске қайтып оралайық. Бірінші айда сіздің клиентіңіз келіп 20 мың теңгеге сауда жасайтын болса, ол сертификат алады. 5 мың теңгенің сертификатын 2,5 мың теңгеге алады. Ойлаңызшы, ол кэшбэк алады 10%, иә? Еще и ол 2500 теңгеге зат алады. 5 мың теңгенің затын, мысалға 2500 төлейді, 2500 теңгенің заты оған тегін келеді. Иә? Қараңыздар. Енді екінші айда клиент 20 мың теңгеге сауда жасады, ол 7 мың теңгенің сертификатын небәрі 1750 теңге төлейді. 7 мың теңгенің затын 1750 теңге. Ол даже қараңызшы, былай қарап отырсаңыздар, ол 20 мың теңгеге алатын кэшбэгін айтыңыздар, иә, мысалға да, алатын кэшбэгі бар. Мысалы, бірінші айда ол 20 мың теңгеге сауда жасады ма, 20 мың теңгеден 10% кэшбэк, 2 мың теңге, иә? И ол, міне, 2 мың теңге. 2 мың теңгеге плюс 5 мың теңге сертификаты келіп тұр, иә? 7 мың теңге. Осы 7 мың теңгенің затын, ол 2500 ғана төлеп, ол 4000, қанша Назерке? 4500, иә? 4500 теңгенің затын тегін алып тұр. 4500 теңгенің затын ол тегін алып тұр, бірінші айда уже. 4500-ге нормальный зат алуға болады, бір фитосорбентпен бір чай алады. Мысалға, қараңыздар, очищающий фитосорбентпен бір чай алады, мысалы. Это уже программа. Мысалы, да, қараңыздар. Енді, қараңыз, екінші айда 20 мың теңгеге сауда жасады, 2 мың теңге кэшбэк келді. Оған, и 7 мың теңгенің сертификатын алды. 9 мың теңге. 9 мың теңгенің затын ол всего лишь 1750 теңге төлеп алады. Сонда қараңызда 7250 теңгенің затын уже тегін алып тұр. Клиент, представляете? Просто клиент, бізбен бірге алып тұр ғой. Біздің өзіміз 100 балл полноценный жасасақ, 7500 теңге түседі бізге мысалға. И клиент тоже самый, полноценный алып тұр. Міне, тура біз сияқты, партнердің программасы сияқты алып тұр. Хотя ол клиент. Үшінші айда ол 20 мың теңге сауда жасайтын болса, қараңыздар да, үшінші айда ол 20 мың теңге сауда жасайды. 2 мың теңге кэшбэк түседі. И еще оған 10 мың теңге сертификаты беріледі. 10 мың теңге сертификаты 1000 теңге төленіп алады. 9 мың теңге и плюс 2 мың теңге, 11 мың теңгенің затын ол алып тұр. Ойлаңызшы, 11 мың теңгенің затын. А былай общий есептейтін болса, 3 айдың ішінде 22 мың теңгенің сертификаты келіп тұр, и еще 2 мың теңгеден 6 мың теңге кэшбэк келіп тұр. Сонда бұл адам кэшбэк 6 мың теңге. 22 мың теңгенің затын всего лишь 5250 теңгеге алып тұр. Сонда 16 мың 750 теңге затын тегін алады, и еще кэшбэктің 6 мың теңгесін тегін алады. Классно? Классно же? Вот осы бағдарламаны, міне, қазір қосылса, 3 ай жалғасады. Міне, қазір, мысалға, июньде қосыла алмады клиенттеріңіз, июльде қазір тіркелген клиенттеріңіз 20 мың теңгеге сауда жасауды айтыңыздар. Қазір тіркелген клиентіңізге осы Wellness бағдарламасын айтыңыздар. Самый выгодный бағдарлама. Самый выгодный. Клуб 200 сияқты 200 балл жасаудың қажеті жоқ. 20 мың теңге, 100 балда емес қой 20 мың теңге деген.
20 мың теңгеге сауда жасайды, бұл бонусқа қатысады 3 ай бойы. Міне, июль, август, сентябрь. Августте келген кісілер август, сентябрь, октябрь 3 ай. Осы 3 айдың ішінде басталған адамға, міне, июньнен бастап бұл бағдарлама жүріп жатыр. Июль, август, бізде қазір 2 ай қалды. 2 айда қосылған жаңадан келген клиенттеріңізге именно осы бағдарламаны ұсыныңыздар. Түсінікті болды ма? Түсінікті болды ма? Иә, түсінікті. Мен кішкене түсінбей қалдым. Ақбота ханым, чуть-чуть түсінбей қалдым. Анау клиент 10% алады, сосын тағы не істейді? Тағы не алады? Именно қай жерін түсінбей қалдыңыз? Қайсысын? 10% алады, қай жерін? Оларға не, қандай не бүгіді түседі? 10% кэшбэк түседі, тағы не түседі? Клиенттерге. Клиенттің қай бағдарламасын түсінбей қалдыңыз деймін? Сол қазір сіздің айтқан well программасын айтады. Қазір. Қараңыздар, клиент 10% кэшбэк алады. Міне, bonus деген бағдарлама, бұл бізге қазір клиенттерге берілген бағдарлама. Клиент, қараңыздар, неге компания клиентке акцентті қатты қояды? Потому что біздің клиенттермен жұмыс жасайтынымызды жақсы біледі. Және де біздің өнімдеріміздің жақсы өтетінін біледі. Біздің интернет дүкен арқылы жаңағы максималды түрде 25% жеке сатылымнан, 25% былай сатылымнан жаңағы айналым көретімізді біледі. И еще компания клиенттерге арналған бағдарламалар жасап тұрады. Бізде қазір осы 3 айда клиенттерге арналған бағдарлама жүріп жатыр. Бірінші айы июньде уже өтіп кетті. Қазір июль, август айларында bonus деген бағдарлама жүріп жатыр. Бірінші айда клиент, егер клиент болып тіркелді, міне, қазір міне, осы айда тіркелді клиенттер, осы айда тіркелген клиентіңіз 20 мың теңгеге сауда жасайтын болса, ол 10% кэшбэк алады. То есть 2 мың теңге оған кэшбэк түседі, ол уже ертесіне түседі. И еще клиент, ол уже, міне, келесі август айында ол сертификат алады. Сертификаты, бірінші айдың сертификаты 5 мың теңгелік сертификат. 5 мың теңгелік сертификатты ол 2500 теңге төлеп алады. Сонда 2500 теңгенің заты тегін келіп тұр, еще и кэшбэктен 2000 теңге алып тұр. Сонда оның бірінші айдағы выгодасы 4500 теңге. Екінші айда клиент, қараңыздар, тағы да 20 мың теңгеге сауда жасайды. Оған уже сертификаты өсіп жатыр. 7 мың теңгенің сертификаты беріледі. 7 мың теңгенің сертификаты өсетті. Қараңызшы, сертификаттың корзинкасы өсіп жатыр, бірақ бағасы түсіп жатыр. Жаңағы бірінші айда 2500-ге алды ол сертификатты, 5 мың теңге сертификатын. А мына жерде 7 мыңның сертификатын 1750 теңгеге алады. Ана клуб 200-дегідей 4500 емес, наоборот, корзинкасы өсіп жатыр, мына корзинкасы толып жатыр, а сертификаттың бағасы төмен түсіп жатыр. Көрдіңіздер ме? И получается, ол 7 мың теңгенің затын 1750 теңге төлеп алады. Еще 2 мың теңге оған кэшбэк түседі. Сонда получается 7 мың қосу 2 мың теңге кэшбэк, содан 1750-ді алғанда, ол 7250 теңгенің затын тегін алып тұр. Екінші айда. Представляете? Үшінші айда ол тағы да 20 мың теңгеге сауда жасайды. Өзі условиясы сондай, 20 мыңнан төмен жасауға болмайды. Ол тағы да жасайды. И үшінші айда оған 10 мың теңге, қараңыз, сертификат өсіп жатыр, корзинка. 10 мың теңгенің сертификаты беріледі, а бірақ сертификаттың бағасы төмен түсіп жатыр. 1000 теңгеге алады. Сонда оған 9 мың теңгенің заты келіп тұр тегін, еще и кэшбэк алады 2 мың теңге. Сонда үшінші айда 11 мың теңгенің затын тегін алып тұр клиент. Ойлаңызшы, просто 20 мың теңгеге сауда жасау арқылы. 100 балда емес даже, просто 20 мың теңгеге сауда жасау арқылы. Енді қараңыз, выгодасы қандай? 3 ай суммарно жинаған кезде, ол получается 22 мың теңгенің сертификатын небәрі 5250 теңге төлеп алып тұр. Оған выгода 16750 теңге.
еще 3 айда 2000 теңгеден сертификат түскенде 6000 теңге оған выгодно. Түсіндіңіз ғой, иә? Иә, түсіндім. Енді бар ғой, ол программаға өту үшін бір нәрсе іштен кабинеттен бір нәрсені жазамыз ба? Или колл-центр өздері көріп отырған ба? Клиент, міне, сізге клиент тіркелді, осы айда 20.000 теңгеге сауда жасады, оған ертесінен уже кэшбэгі түседі, и сіз қараңыз, ол уже автоматты түрде қосылады. Келесі айда уже оның кабинетінде клиенттің байсай беремде, кәдімгідей уже біздегі ана 200 сияқты мынандай звездочка шығып тұрады ғой, ода уже сертификат деген звездочка шығып тұрады уже автоматты түрде. Бізде өткен айда қосылған клиенттерге автоматты түрде уже шығып жатыр уже. Түсіндім. Клиенттер. Онда өткенде менде 2 адам 20.000-нан асырып жасады ғой. Онда олар соған ілініп тұр ғой, онда менде. 2 клиент июнь айында тіркеліп алды, иә? Аха, Раиса, сол кісілердің кабинетін тексеріп көріңіз сіз. Оларда сертификат болу керек, иә? Хорошо, түсіндім. Сол кісілердің кабинетін тексеріп көріңіз. Айтыңыз, нені, как его, байсай берен үшін қараңыздар, сіздерде сертификат болу керек деп. Түсіндім. Корзинканы басып көрсін. Ақбота ханым, тағы бір сұрақ. Мен қазір өзім кабинетінде өзім 200-ден асырып жасадым. 1000-ды жасауым үшін жеке өзім жасайын ба, или командаммен жасайын ба? Клиенттермен, қараңыз, клиенттермен жасайтын болсаңыз, тіркелген клиенттермен жасайтын болсаңыз, 1000-ға кіресіз. Партнерлар қосылмайды. Партнерлардан бөлек жасау керексіз. Енді ана кісілерге айтыңыз, иә, сертификаттарын тексерсін, алсын, сосын ол кісілерге айту керек. Осы айда да 20.000 теңгеге сауда жасайтын болсаңыздар, міне, келесі айда 7000 теңгенің сертификатын сіздер аласыздар, всего лишь 1750 теңге төлеп, и 3-ші айда сіздер 10.000 теңгенің сертификатын аласыздар, 1000 теңге төлеп деп соны айтып түсіндіріңіз, иә? Түсіндім. Енді мен клуб 200-ден қалып қалдым. Клуб 1000-ға осы айда өтейін деп тұрмын, өткім деп жатыр ғой. Супер. Я тіркелген клиенттермен және де өзіңіздің жеке жасаған валовый оборотыңызбен кіресіз, запросто. Партнерлармен кіре алмайсыз. Партнерда, өйткені біз партнер болған кезде, партнерда уже өзінің бағдарламасы ашылады да уже. Ол өзінің клиенттерімен кіреді. Сол үшін сіз клиенттермен кіре аласыз. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Маған түсінікті. Ертең енді бонус наставниканы айтайық, давайте, содан кейін 1000 балды айтайық ертең. 1000 балдың жаңағы бонус наставника и 1000 балды. Ертеңгі тақырыбымыз болсын, иә? Бүгін клиенттік бағдарламаны айттық енді. Тағы да қайталап көріп, қорытып нетіп алыңыздар. Все, жақсы, сау болыңыздар онда. Уақыттарыңызды алайын. Рахмет. Ақбота ханым, рахмет.